Кешің яқшы болсын, Роза. Яқшы көріңіз. Сау бол. Роза, мен саған ең бастап интервьюіміздің алдында иконразылықты білдіргім келеді. Яңғарда міне сен Черкес қаласында болып, Айданақ деген жерді дайырлап, басқа жерлер дайырлап, бию менде өзіңді ары көрсетіп, ноғай халқымыздың көп өмірлік тарихы болған милләтіміздің сол бұрынғы маданият байлығының асылымы Қобан ноғайлықта таныстырғаныңа бек разымыз, сау бол. Енді міне өзің ақында айтып өсті маға, сен қайсы мектепте, қайсы класста оқисың, сүйген оқытушың бар ма? Мен Кадрия атлы мектепте оқимын. 5 класста менің сүйінші оқытушым Альмира Юсуповна. О менде ноғайман туған тілді оқытады. Машалла, машалла, бегару. Міне айтып өсті, сен оқудан да басқа, Аллаға шүкір, ер, бию, өнершілігіме кәрлейсің. Бірінші келе міне қайсы заманда басладың? Неше жасындайың сен? 4 жасында едім. Мен өзім атамға қарап сол үйрендім. Ол государственный ансамбльға үйреді. Онда олар бейділер, ерлайдылар, ятлаулар айтадылар, ноғай ятлаулар, сонан қарап үйрендім. Машалла, бегару, шықпанамын. Атаңты бегару танимын, алалды елдасым. Залимхан Айғанай өкіметлік бию ансамблінде көп еллар ішлеп келетір. Машалла, ноғайдың маданиятын өрлендіріп. Міне Алла берітсе сенде халқымызды даңқылаған егіт ноғай адамлардың бірісі ойлағанға мен бек сүйінемін, сенемін. Енді міне айтып өсті, мен біліп, естіп, сен 3 жасында балалар бауына басылған заманда кәрлесің, өнершілікпін. Міне бұңынды сен сол өнершілік елін өрлендіру бойынша не зат етесіңді? Сен Страждин Батыров атлы мектепте оқылайсың ма? Онда мені вокалға үйретеді, сольфеджио, хор, муз литература. Машалла, машалла. Онда да сүйген оқытушыларың бар ма? Бар. Менің сүйген оқытушыларым ол вокалын оқытушысы Қызылгүл Яхияевна. О мені үйретіп басылаған. Мен оға бек разы боламын. Тағы да менің сүйінші оқытушым сольфеджиодан келеді Кабират Срапиловна. Хордан маға келеді Боранбике Исмаиловна. Көп көзі Боранбике Исмаиловна? Көзі бар. Машалла, машалла, оларды барысында танимы, Ясикон анайлар, машалла, бек солыплы адамлар. Ашы міне сондай иінлерінде бай солыплары болған ұсталардың қолында сен тәрбиеланасың. Машалла, бек сүйінемін сөз атқа мен. Алла бұйыртса, енді ноғай халқымыздың маданиятын, өнершілігін, ер ұсталығын сен алдыда өрлендіріп барияңа бек сенемін. Міне айтып өсті, сен яңларда Айданақтайын бек ару ерлардың, сол Айданақтың сөздері кімдікі? Сен оны кімдермен бірге ерлайсыңды? Сол балады бесікке бөлеу әдеті, ноғайдың бұрынғы фольклорын көрсетіп, міне енді сөзат мен жүрегіме ең дебек еу. Мен маға 3 жас болғанда мен атам Айғанайға үйретен етші. Оларда көп әру затлар бар еділер. Менің атам домбыра деген заттан ойнайаттыр еді. Мен Айданақтен ерді. Мен биялаға қарап, биеттен едім. Соң менің тілім біраз шыққанда, маға атам сөздерді үйретті. Со заманнан енді мені фестивальға шақырып басладылар. Машалла. Міне сен қайдай конкурстарда, фестивальдерде қатынасасыңды? Байрамларда? Енім жайдың фестиваль бар еді. Бізді Москваға шақырған еді. Онда фестиваль еді. Звезды народного искусства дети деген. Машалла, машалла. Мені сонда шақырған. Біз атанман, тетем мен авайман, онда ұшқамыз
Онда ару етіп ерлап, біз үйге қайтқамыз. Машалла. О қайсы жылда болды? 2021 жылда. 2021 жылда. Машалла. Міне оның да басқа сен 20 жылда алдың болыр деймін. Дагестанның яны деген өкімет барғадың иесі болдың. Душа Дагестан орысша айтқанда. Ол қай еді осы конкурс, фестиваль? Махачкалада фестиваль 2020 жылда бозған. Сен онда өкіметлік барғадың иесі болдың, дейі? Машалла, Ақерөктен алғыслайма, сені құтлайма. Алдыда саға ен-тенте оқумен біргесіне сол өнерлігіңді әр заманда да тек жоғары үстінліктерді орайман. Өнерің өр барсын әр заманда, машалла. Міне енді өзің айелің ақында айтты, сіз айелде неше бала болу өсесіз? Bizim ailemizde 4 bala var. Bebem Sultan, sınım Yasmina, sınım Milana. Maşallah, maşallah. Onlar da sendey olup yer, biyu, önерге tartılardır mı? Tartılardı böyle. Allah айтса. Sağ ol, Роза. Sağa aldada tek yukarı yetimizlerді yorayman men. Әр заманда сені хош көріп алмас үйеміз, бізде қобаны қойда. Sağ ol.